Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы Ұлы жібек жолының рөлі. Оқу мақсаты Қазақстан аумағында қалалардың пайда болуы мен дамуындағы Ұлы жібек жолының рөлін талдау. Картаны пайдаланып, Ұлы жібек жолының Қазақстан аумағында бағыттары мен жолдарын зерттеу. Мына суретке қарап отырып, еске түсіреміз. Яғни бүгінгі тақырыбымыз туралы сіздер сонау 5-ші сыныптан бастап таныс болатындығансыздар. Жібек матасы басқа елдерге қалай таралған деп ойлайсыз? Бұл жол неліктен Ұлы жібек жолы деп аталған? Ойларыңызды ортаға салыңыздар. Еуразияның шалғай аймақтарының арасындағы сауда байланыстары жібекпен сауда жасау алдыңғы қатарға шыққаннан ертерек орнаған болатындығы. Ежелгі сауда жолдарындағы танымал тауарлар, бағалы тастар, осыдан келіп сауда жолдарының ежелгі атаулары лазуриттік жол, нефрит жолы шыққан, таяушығыстық шыны болды. Алайда Қытайдың батыс үшін сауда көзі әрқашанда жібек болды. Яғни Ұлы жібек жолының бірнеше атаулары бар. Олардың бірі лазуриттік жол немесе нефрит жолы деп те аталады. Геродот Доннан шығысқа қарай орналасқан халықтар мен елдер жол дала мен шөл арқылы солтүстік шығысқа қарай жүрді. Одан кейін шығысқа қарай басқа да скиф тайпалары мекендеген орманды даланы айналып өтеді. Птолемей географиялық басшылығы солтүстік жолдың Ферғана, Мауреннахр, Хорезм және Маңғыстау немесе Сырдария мен Арал жағалаулары арқылы өтетін бағыттары біздің заманның алғашқы ғасырларына дейін қолданғандығын көрсетеді деп жазды. Ұлы жібек жолының пайда болу тарихы. Ұлы жібек жолы Қытай мен Еуропа елдерінің арасын байланыстырған сауда жолы. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтың ортасында дала жолы іске қосылды. Осы дала жолын Ұлы жібек жолы деп атауды 1877 жылы белгілі неміс географы Фердинанд фон Рихтхофен ұсынды. Бұл атау Қытайда шығарылатын жібек матасына байланысты шыққан. Ұлы жібек жолы бүкіл адам ағзасын қоректендіруші қан жүйесіне ұқсас жұмыс істеді. Себебі ол бүкіл Еуропа мен Азия елдерінің бір-бірімен қарым-қатынас жасауына мүмкіндік туғызып, ондағы халықтарды біріктірді. Ұлы жібек жолының бағыттары. Жібек жолының басы Қытай жеріндегі Хуанхэ өзенінің аңғарындағы аудандардан басталады. Ол Ұлы Қытай қорғанының батыс шетінен Іле өзені арқылы Ыстық көлге жетеді. Жол осы арада батысқа және солтүстік батысқа қарай шығу үшін оңтүстік-солтүстік бағыттар болып тармақталады. Ұлы жібек жолының халықаралық қатынастағы тарихи маңызы. Жібек жолы халықтар арасындағы сауданың дамуына зор үлесін қосты. Сонымен қатар ол шығыс пен батыс елдерінің арасындағы халықаралық қарым-қатынастың дамуына да өзінің үлкен пайдасын тигізді. Қытай жазба деректеріне қарағанда, жібек жолының халықаралық қарым-қатынас жағынан жандана бастаған кезі біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырдың ортасына сәйкес келеді. Қытай императоры Удийдің 138 жылы батыс елдеріне қарай аттандырған елшілігі тек 13 жылдан кейін оралған. Міне осы елшілік оралған кезден бастап Қазақстан мен Орта Азия жеріне және батыстағы елдерге жібек артқан керуендер шыға бастаған. Бұған керісінше батыс елдерінен Қытайға қарай елшіліктер шыққан. Сауда жолына байланысты дипломатиялық қарым-қатынасты 568 жылғы түркі қағанаты мен Византия мемлекетінің арасында болған келісімдерден байқауға болады. Ұлы жібек жолының халықаралық мәдениеттің дамуына тигізген әсері. Сауда кезінде жол бойындағы елдер өзара мәдени жағынан да байланысқа түсті. Жібек жолы арқылы жан-жаққа діни ой-пікірлер де таратылды. Жібек жолы буддизммен қоса батыстан шығысқа қарай христиан және ислам діндерінің таралуына себепкер болды. Сатылатын бұйымдар өздерінің өте тамаша, сәнді жасалуы арқылы үлкен сұранысқа ие болды. Осындай бұйымдарды жасауда дүниенің әр түкпірінде өз ісінің шеберлері қалыптасты. Мәселен,
археологиялық қазба жұмысы кезінде атақты Византия шеберлерінің қолынан шыққан тамаша күміс құмыралар Тараз қаласынан табылса, Қытай фарфорынан жасалған әдемі ыдыстар Қазақстандағы Талғар, Испиджаб, Отырар сияқты орта ғасырлық қалалардан көптеп табылған. Ұлы жібек жолының халықаралық шаруашылықтың дамуына тигізген әсері. Бұл жол арқылы Орта Азияның асыл тұқымды жылқылары шығыс елдерден пілдер мен мүйіз тұмсық, арыстан, барыс, аң аулауға, саятшылық құруға қажетті құстар сияқты сирек кездесетін жан-жануарлар сатыла бастады. Бұл жолдың бойымен бақшада өсірілетін мәдени өсімдіктердің түрлері мен тұқымдары көп сатылды. Ұлы жібек жолының ұзындығы 7000 километрден асты. 15 ғасырдан бастап теңіз жолының дамуына байланысты Ұлы жібек жолы өз маңыздылығын жоя бастады. Бұл өзгерістер орталықтандырылған Қытай мемлекетінің пайда болуымен байланысты болды. Өз кезегінде батыс түрік хандығы соғдылықтар құрған, дамыған қалалық және отырықшылық, егіншілік мәдениеті бар мемлекет болды. Ал 5-6 ғасырлардың өзінде Талас, Шу, Іле өзендерінің аңғарларындағы соғдылардың отарлауы және ол жерлерде ондаған қалалар мен кенттердің пайда болуына келді. Соғдылықтардың Жетісуға негізгі ағылып келуі 7-8 ғасырларға тура келді. Бұл кезеңде Суят пен Таласты қосқанда 18 ірі қала өмір сүрген. Шу аңғары солтүстік жібек жолының маңызды бөлігіне айналды. Тастай алғанда, бұл кезеңдегі Ұлы жібек жолындағы халықаралық сауданың құлаш жаюына Соғды, Жетісу, Ферғана, Шаш пен Отырарда қиыршығыстық үлгідегі қола монеталардың шығарылуы, сондай-ақ жолдың шығыс бөлігіндегі қала орындарының сасанилы күміс монеталардың табылуы дәлел бола алады. Түркі соғдылық кезең Ұлы жібек жолының алтын ғасыры деп есептелді. Суретке назар аударамыз. Яғни жоғарыда айтып кеткен мәліметтерде Қазақстан Қытайдан шығатын, яғни шығыс пен батысты байланыстыратын негізгі күре жолда орналасқан. Яғни Қытайдан шыққан, Европаға шыққан барлық товарлар барлығы да Қазақстан жері арқылы өтті. Бірінші тапсырма: сұрақтардың дұрыс жауаптарын табыңдар. Тапсырманы орындауға уақытты белгілейік. Екінші тапсырма: контурлық картада жібек жолы бойындағы қалаларды белгілейміз. Берілген картадан өз жауаптарыңды салыстырыңдар. Берілген QR кодты орындап, кері байланыс берейік. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.